Сәлем достар, бүгін сіздермен пайдалы тағамдардың бірі борщ сорпасын дайындайтын боламыз. Және де ең басты сұрақ, борщтың қызыл түсін қалай сақтап қалуға болады, соны да айта кетемін. Құрамына қажетті тағамдарды төменде сипаттамадан таба аласыз. Және достар, сізден сұрарым, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Парақшама кіріп тағы да дәмді тағамдарды көре аласыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ең алдымен көкөністеріміздің қабықтарын ашып, жуып, тазалап дайындап аламыз. Алдымен пияздан бастайық. Пиязымызды өзіңізге ыңғайлы ұнайтын пішінде кесуіңізге болады. Мен ұзынша бөліктерге бөлдім. Содан соң сәбізімізді де ұзынша пішінде кесетін боламыз. Келесі сорпамызға ең қажетті көкөністердің бірі бұл қызылша. Қызылшаны да ұзынша қылдырып кесеміз. Тағы да айта кетерім, көкөністерді өзіңізге ұнайтын пішінде кесуіңізге болады. Текше ретінде немесе мен секілді ұзынша, немесе тіпті теркадан да өткізуіңізге болады. Картопымызды да 4-5 орташа текшелерге бөліп дайындап қоямыз. Келесі капустамызды, яғни 40 қабатты, дәл солай ұзынша қылдырып кесіп шығамыз. Мен сорпаны бір күн бұрын дайындап қойған болатынмын. Ал сіздер бұл дайындықтың бәрін бастамастан бұрын салқын суға етті салып, қатты отта қайнатып аласыздар. Қайнап болғаннан соң бетіндегі көбігін бәрін сүзіп алып, жай отта 2 сағаттай пісіресіздер. Көкөністеріміздің бәрін дайындап болдық. Енді отқа табамызды қойып, үстінен сұйық май құямыз. Қызып тұрған сұйық майымызға картоптан басқа көкөністеріміздің бәрін қуырып аламыз. Бірінші пиязымызды салып, беті қызарғанша қуырамыз. Жуамыз, қызарды. Енді бетіне сәбізді салып, араластырып, тұз, қара бұрыш қосатын боламыз. Және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Бірақ менің ойымша, борщ сорпасына бұрыш пен тұздан артық ештеңе қажеті жоқ. Кейбір украиндық рецепттер бойынша олар тіпті қант та қосып жатады. Енді сәбізіміз бен жуаны 1-2 минуттай осылай қуырып аламыз. Осы уақытта пісіп тұрған етімізді сорпамыздан шығарып аламыз. Енді осы сорпамызға 40 қабатты саламыз, яғни капустаны салып 10-15 минуттай қақпағын жауып, бұқтырып пісіріп аламыз. Сәбіз бен пиязымыздың үстіне томат пастасын салып, араластырып 1-2 минут қуырамыз. Содан соң үстінен қызылшамызды қосатын боламыз. Ендігі кезекте осы көкөністеріміздің үстінен 1 стакан су құйып, көкөністеріміз кішкене жұмсарғанша жай отта жарты сағат немесе 20 минуттай қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Келесі капустамыз жұмсарғаннан соң үстінен картошкамызды саламыз. Картопымыз піскенше орташа отта қақпағын жауып пісіреміз. Осы кезде сорпамыздың тұзын қараймыз. Тұзы аз болып жатса, үстінен қосып жіберуіңізге болады. Мінеке көкөністерімізде жұмсарып пісіп болды. Сорпамыздың ішіндегі картопымыз да жұмсарды. Сондықтан бөлек табадағы піскен көкөністерімізді сорпамыздың ішіне қосамыз. Сонда сорпамыз қызыл болып шығады. Түсі де кетпейді, сарғайып, қып-қызыл борщ дайын болады. Енді осы кезде отын өшіріп, қақпағын жауып, бұқтырамыз. Сорпаның қып-қызыл болуының құпиясы әрине бұл томат пастасы мен қызылшада. Бірақ қызылшаны пісіп жатқан сорпаның ішіне ерте салып жіберсеңіз, ол сарғайып, борщыңыз сары болып тұрады. Сондықтан қызылшаны сорпа пісіп болғаннан соң соңында салған жөн. Мінеки дәмді асымыз дайын болды. Қандай керемет
дәмді және пайдалы сорпалардың бірі. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, ал пісіріп жүрсеңіздер, менің кеңесімді қолданып пісіріп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, тағы да басқа дәмді сорпалардың түрлерін таба аласыздар каналымнан. Қарағандарыңызға көп рахмет. Және де лайк пен комментарийді ұмытпаймыз. Дәмді аспен жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.